Бастай берейік. Енді бүгінгі кеш, бисмилля деп бастайық. Тек ұбт туралы емес, бұл өз болашағыңды басқару туралы деген. Енді былай тақырыбына қарасаңыз, айтылғанына қарасаңыз бір үлкен сияқты, енді бірақ енді осының ішінен аз болса да сіздерге не болса, бүгінгі бір инсайт алсаңыздар, яғни осы бір әсер болса, онда мен қуанышты боламын. Ендеше бастайық. Бірінші бізде сұрақпен бастайық. Неге қаңтар ұбт маңызды? Өздеріңіз жазып көріңіздерші. Сіз үшін не үшін қаңтар ұбт маңызды деген сияқты. Так. Нағыз ұбт-ға дайындық деп ойлаймын дейді. Практика дейді. А точка ба дейді. Жоқ, А точка уже сіздерде сентябрьде немесе өз деңгейіңді анықтау үшін, иә, бұл өте жақсы. Өз дайындығыңды, иә, өз деңгейіңді білу үшін, өзіңді тексеру үшін, иә. Практика дейді, иә, практика өте жақсы. Нағыз ұбт қалай өтетінін сезіну, иә, өте дұрыс айтасың, Назым. Бұл аураны білу, иә, аураны білу. Сіздерде мысалы қазірге ұбт деп айтып жүргенмен, бұл жерде бүкіл процесс дәл сол нағыз ұбт-ның көшірмесі, иә, негізінен 90% соның подделкасы деп айтсақ болады. Яғни сол аураны сіздер көресіздер. Жалпы қандай болады, не күтіп тұр деген сияқты, иә. Уақытпен жұмыс істеу, иә, ол жерде жалпы бұл практика сіздер үшін, иә. Қаңтар ұбт деген бұл ең жақсы практика сіздер үшін. Иә, ақыл оқуға түсу деген енді ол бір қосымша не сияқты, иә. Жалпы пайдасы, енді зияны почти енді бір төрт бес мың теңге төлейтін шығарсыздар да, 5 мың теңге ма. Но бірақ пайдасы өте көп, иә, оның пайдасы көп. Енді бұл жерде маңызды жағынан қарасақ, қаңтар ұбт бұл қателесуге ең қауіпсіз, бірақ анализ жасауда ең пайдалы мүмкіндік. Бұл қателесуге ең қауіпсіз деген, бұл жерде қаңтар ұбт-ның балы сіздің грантқа түсесіз ба түспейсіз ба дегеніңізді шешпейді, иә. Бұл қателесуге ең қауіпсіз деп отырған осы. Мысалы нағыз ұбт-да ол сіздің тікелей грантқа барасыз ба жоқ па деген шешімді шығарылады, нағыз ұбт-ның нәтижесі. Ну бірақ қаңтар ұбт-ның ондай нәтижесі оған әсер етпейді, иә, грантқа әсер етпейді. Қаңтар ұбт-да сен мысалы 40-50 алып, нағыз ұбт-да 100 алсаң, бәрібір сен нағыз ұбт-дағы нәтижең бойынша грантқа бара бересің. Қаңтар ұбт-ның нәтижесі ол грантқа ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан бұл қателесуге ең қауіпсіз дегеніміз осы. Ал екінші, анализ жасауға ең пайдалы мүмкіндік. Бұл деп отырғанымыз, сіздер қазір осыған дейін дайындалып жүрсіздер, немесе дайындалмай жүрсіздер. Жалпы бұған дейінгі сіздің ішіңізде қаншалық ақпарат бар, жалпы осы ұбт-ға сіздің дайындық деңгейіңіз қанша деңгейде, мысалы 140-тың қаншасын алып жатырсыз, қай пәннен қанша алдыңыз, деңгейіңіз қандай болып тұр. Осы сияқты бізге нақты бір диагноз, иә. Сіздер енді болашақ дәрігерлер ретінде диагноз деген жақсы білесіздер ғой. Бұл сіздердің диагноздарыңыз. Ары қарай енді мен наурыз ұбт-ға дейін не жасау керекпін, нағыз ұбт-ға дейін не жасау керекпін деген сияқты нақты қадамдар жасауға берілетін анализ. Келесі, қаңтар ұбт бұл мамыр маусым айларындағы, сіздерде енді нағыз ұбт осы мамыр айынан басталады, маусым айының соңына дейін, кейде тіпті шілде айының басына дейін болады, иә. Сол кездегі нағыз ұбт-да грантқа жол бастаушы. Жаңағыны айтқанымыз, яғни сіз қаңтар ұбт-дағы нәтиже бойынша нақты анализ жасап, ары қарай жүйелі жоспар құрып, қай жерді бекіту керек, қай жерді көбірек қайталау керек. Енді сенің жалпы осыған дейінгі дайындығыңда қандай әрекеттерің кедергі болып жатыр, олардан құтылып, сондай нақты бір жүйелі жоспармен әрекет жасасаңыздар, онда нағыз ұбт-да сіз қаңтарда қанша балл алғаныңызға қарамастан, нағыз ұбт-да грантқа түсуге ықтималдығыңызды арттыра алады, иә. Яғни бұл сіздерде анау бір переломный момент деген сияқты, иә. Қаңтар ұбт деген. Бұл нақты сіздің қазір не бар, не жоқ екеніңізді көрсетіп, ары қарай грантқа жол ашуға мүмкіндік. Ағай, сіз 130 плюс алған. Енді біздің кезде ол 120 болған, иә. Енді бірақ жалпы осы жылдағы ұбт-ның нәтижесі бойынша, мына 5-10-85 деген заңдылық мына соңғы 2 жылда қайталанып жатыр. 5-10-85. Бұл жердегі 5-10-85 заңдылығы қандай? 5-10-85 заңдылығы қандай? Ол мына жерде қарасаңыздар, енді бұл тест центрдің жаңағы Instagram парақшасында тұрған ақпарат, иә, мына 2024 жылғы оқушылардың нәтижелері, мынау 2025 жылғы оқушылардың нәтижелері. Енді бұл статистиканы сіздер де көрген шығарсыздар. Немесе бұрын
көп көңіл аудармасаңыздар, осы сабақтан кейін қайтадан қарап анализ жасап көрсеңіздер де болады өздеріңіз, иә. Бұл қандай десеңіздер, 5% оқушылар әрқашан үйренуге дайын, еңбекқор лидер оқушылар. Мысалы, ол 115 плюс жинаған оқушылар. 115 плюс жинаған оқушылар жалпы оқушының 5%-ын ғана құрайды. Мынау бізде жаңағы химбио таңдаған оқушылардың арасындағы, иә. Химбио таңдаған оқушылар. Мына жерден скрин жасап алсаңыздар болады, немесе бұл жаңағы тест центрдің инстаграм парақшасында бар, иә, мына ақпарат. Мынау сол жерде тұр. Мынау тек қана химбио таңдаған оқушылардың арасында. Енді қараңыздар, мына жерде 115 плюс жинаған оқушылар тек қана жалпы оқушының 5%-ын ғана құрайды. Мына статистиканы қарасаңыздар, міне 2024 жылы міне 120-дан жоғары жинаған оқушылар бір 740 оқушының, 750 оқушының шамасы, иә, мына жерде 120 плюс жинағандар. Ал енді былтырғы жылды қарасаңыздар, 2025 жылы мынау статистика әлдеқайда түсіп кеткен, міне 120 плюс жинаған оқушылар где-то бір 670 па 670-тің шамасы, 676 ма сондай. А мына жерде ол біз 751. Қарасаңыздар, бұл 120 плюс жинаған оқушылар. Ал енді біздің жаңағы айтып отырғанымыз, мысалы 115-тен жоғары жинаған оқушылар сонда 5-ақ пайыз ғана. Енді иә, бір қарасаңыздар, мысалы қазір курстар, неше түрлі курстардың жарнамасынан қарасаңыздар, барлық оқушылар жоғары жинап жатқан сияқты, барлық оқушы грантқа түсіп жатқан сияқты көрінеді ғой, иә. Өйткені ол жерде тек қана жетістікке жеткен оқушыларды ғана, осы мына жердегі 5% оқушылардың ғана нәтижелерімен бөлсе береді. А шын нағыз статистика міне мына жерде өзі тұр, міне, иә. Кім қанша деп, міне ең көп ол міне 50 мен 64-тің арасындағы. Мына жерде қарасаңыздар, 50 мен 59, міне ең көп пайыз оқушылар осы жерде жүр. Бұл жалпы 140 балдан алып жатқан ұпайлар, иә. 140 балдан алып жатқан оқушылар. Ал енді 10% оқушылар мүмкіндігі бар, бірақ тұрақтылық жетіспейтін, өзіне деген сенім аздау оқушылар. Бұл оқушыларда мысалы негізі потенциалы жоғары, бірақ мүмкіндіктері бар. Кейде ол оқушыларға тұрақтылық жетіспейді, дисциплина жетіспейді, арасында жалқаулық ұстап қалады, иә. Бір күн оқиды, екі күн оқиды, мысалы 3 күн демалады деген сияқты, бір тұрақтылық жетіспейді. Бұндай оқушылар әдетте бір 90 мен сол 115-тің арасында, тіпті 80 мен 115-тің арасында. Мынау аралықтағы оқушылар. Ал енді қалған 85% оқушылар, өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай, бұл енді өте көп мөлшер, иә. Өте көп мөлшер. Бұл өз потенциалын әлі ашпағандар. Мына жердегі оқушылардың барлығы оқымайтын оқушылар деген сөз емес. Бұл оқушылар жалпы осы ОБТ тапсырғанша өзінің мақсатын түсінбей кеткен оқушылар. Өзінің потенциалын әлі ашпаған, өзіне не керек екенін толық түсінбей кеткен оқушылар. Түсініп жатырмыз ғой, иә? Бұл жерде бұл деген сөз ол емтихан өте қиын деген сөз емес. Мысалы мынандай нәтиже болып жатса, мынандай статистика болып жатса, ол емтихан өте қиын деген сөз емес. Екінші, жаңағы бұл оқушылар мүлдем оқыса да ештеңе түсінбейді деген сөз емес. Жалпы кез келген оқушыға, егер жақсылап дайындалсаңыз, өзіңіз не үшін оқитыныңызды түсінсеңіз, бұл статистиканы өзгерте аласыздар. Енді сіздерге сұрақ. Қазір өздеріңіз ойлап көріңіздер. Сіздер қайсы пайызда тұрсыздар? Қай категорияда тұрсыздар? 5, 10, әлде 85? Қай жерде тұрсыздар? Мхм. 10, 85, 10. Бір күн оқып 3 күн демаламын дейді. О, иә, 5 ау. Мхм. Я бізде көп масса, енді ол жаңағы статистиканың өзі көрсетіп отыр ғой, иә. Бізде өте көп масса, ол 85%-ның ішінде. Енді қазір мүмкін айтуға ұялып отқан шығарсыздар, иә. Айтуға ұялып отқан шығарсыздар. Өте көп оқушыларымыз әлі де, ол біздің курста оқып жатқан оқушыларда да, иә. Әлі де көп оқушыларымыз осы 85%-ның ішінде. Енді 10% деп ойлайтын оқушылар, ойлайтын оқушыларда шын мәнінде по факту бізде шындыққа келсек, ол 85%-ның ішінде де жүреді. Көп, иә. Енді 5% оқушылар ол сирек оқушылар. Мысалы, ол әр потокта өздеріңіз практикалық сабаққа қатысқан кезде өздеріңіз де байқап жүресіздер ғой, иә, бір белсенді оқушылар бар. Олар ол практикалық сабақта ғана белсенді емес, олар жалпы бүкіл кезде белсенді. Олар бүкіл кезде, ол үйінде де, сабақтан кейін де, класста да, барлық жерде сол бір темппен жүретін оқушылар. Ал енді сіздерге маңыздысы, естеріңізде сақтаңыздар,
Бұл кез келген оқушы мына 85%-дан 5%-ға өте алады. Яғни сіздердің осы дәл қазір отырған оқушылардың кез келгені осы жаңағы 115 балл жинауға мүмкіндіктеріңіз жеткілікті. Бұған мен 100% сендім. Мынаған 100% сендім. Өйткені бұл сіздердегі бір ғана шешімге қатысты. Егер сіз бір ғана шешім қабылдап, соған әрекет етсеңіздер, бұл мына 85-тен 5%-ның ішіне өте аласыздар. Енді бұл жерде қалай сіздерде ол қандай шешім қабылдау керек? Қандай шешім қабылдау керек? Ол сіздерде бұл менің өмірім деген. Бұл менің өмірім. Яғни менің өмірімнің кілті менің қолымда. Оны өзгерте алатын тек мен ғана деген шешім. Яғни бұның барлығы мына жерде қарасаңыздар, мен, иә? Мен. Бұл деген сөз жауапкершілікті өзіңе алу. Мысалы, қазір өздеріңіз де естіп жүрген шығарсыздар, иә? Өздеріңіз де жиі айтатын шығарсыздар. Мысалы, бізде мектепте химия дұрыс оқытылмайды. Немесе, ой, мен классымда бір дұрыс білетін бала жоқ. Немесе мұғалім кішкене дұрыс емес. Немесе үйде бір сабақ оқиын десем бір кедергілер көп деген сияқты. Мына жерде қарасаңыздар, бұл жерде ешқандай мен жоқ. Жаңағы айтылып жатқандардың ішінде ешқандай мен жоқ. Барлығы айналада. Қай кезде сізде прогресс, қай кезде жаңағы 85%-дан 5%-ға өтетін үлкен есік ашылады. Ол мына жерде мен пайда болған кезде. Мен. Яғни бұл жаңағы жауапкершілікті толығымен өзіңе алған кезде. Мысалы, мен сіздерге бұған дейін де айтқан шығармын, мүмкін естіген шығарсыздар, мүмкін естімеген шығарсыздар. Мен мысалы 11 сыныпта жаңағы Қытайдан келдім Қазақстанға. Қазақстанда мен оқып бастаймын. Сол кезде мына кириллицаны білмеймін. Мысалы, мыналардың барлығын білмеймін. Нөлден бастадым. Ол кезде біз төте жазумен, мысалы Нұрбай десем не? Нұрбай, міне, былай бұрынғы Ахмет Байтұрсыновтың төте жазу алфавиті бар, иә? 1900 жылдардың басында Ахмет Байтұрсынов, мысалы, ең алғаш шыққан қазақ газеттері дегендерді қарасаңыздар, Айқап газеті, мысалы, соларды қарасаңыздар, осындай жазулармен жазған. Мен мысалы соны сол алфавитпен оқып келгенмін. Мына кириллицаны мысалы мына алатын деген сөзді алы, а, т, ын деп солай бірден әріптеп оқитын. Енді менде бір ғана жол. Мысалы осы бір жылдың ішінде грантқа түсу керекпін. Сонда мен кітап оқыған кезде мына бір беттің өзін, мына бір бет, қазір сіздерде бір бетті қанша уақытта оқисыздар? Максимум бір 2 минут уақытыңыз кететін жер, иә, максимум. Немесе бір минутта даже оқып болуларыңыз да мүмкін. Бір бетті енді 5 минуттан артық уақыт жұмсайтын адам аз шығар енді, редко. Түсініп оқу үшін жақсы 5 минут дейік. Ал мен мынаған кем дегенде 30-60 минут уақыт жұмсаймын бір бетті оқу үшін. Мысалы, тарихты сол кезде әлі есімде де, мысалы, тарихтың бір бетін оқу үшін кем дегенде 30-60 минут жұмсаймын. Өйткені мына әрбір әріп бойынша оқимын. Мысалы, шешім дегенде бірден шешім деп оқи алмаймын. Ш, е, ш, ң, шешім деген сияқты. Солай оқимын. Ал енді қараңыз, осылай әріп бойынша бір бетті оқып біткен кезде, ол жерде ештеңе түсінбеймін. Мен жай ғана оқығаным болмаса, ол жерден әлі ештеңе түсінген жоқпын. Неге олай оқисыз дейді. Өйткені ол кезде қараңыздар, мына алфавитті мен жаңадан үйрендім. Кириллицаны мен жаңадан үйрендім. Мен мысалы оған дейін мына төте жазумен оқып келдім. Мысалы химия десем не? Химия. Не былай, мына оңнан солға қарай жазатын алфавит бар. Бұрынғы ескі, мысалы, Ахмет Байтұрсыновтың шығарған алфавиті. Сол алфавитпен оқимыз біз Қытайда оқыған кезде. Ал енді мына Қазақстанға келген кезде кириллицамен бірден мен ана жерден мүлдем басқа неге түсіп кеттім. Мысалы, бүкіл кітаптың барлығын мен оқыған кезде ол бірінші кезекте ең бірінші челлендж маған ішіндегі информацияны түсіну емес, мына әріптерді бір-біріне қосып оқу. Түсіндіңіздер ғой, иә? Соның өзінде жағы оның сыртында енді мен анау 140-та бұрын бір подкаст шыққан, сол жерде де ол туралы кішкене айтамын, иә. Біраз қиындықтар болды, бірақ Аллаға шүкір, ең соңында мен өзім барлығын орнына қойдым, дәлелдедім. Қазіргі мысалы сіздерге осы жерде сабақ беріп отырғаным сол кездегі еңбегім нәтижесі. Ол кезде сіздердегі сияқты қосымша курс жоқ. Енді тағы бір момент бар, өте маңызды момент. Жаңағындай бізде неше түрлі сылтау айтатын жағдайларға айтып жатқаным ғой бұл. Бұл жерде мысалы мен ауылда оқыдым. Ақмола облысының бір Барап деген ауыл бар, мына Ақкөлдің ар жағында.
мүмкін мына ақмола облысында тұратындар болса білетін шығар. Барап деген бір ауыл бар, жолдың бойында бір 100 шақты семья ғана бар анау жерде. 11-ші сыныпта біз 7 оқушы оқыдық, 7 оқушы. Ол жетеуінің біреуі сол жылы, негізі ол жерде 5 оқушы болған, мен барып қосылдым 6-шы болып, и қаладан бір оқушы, жаңағы ауылдық квотаға іліну үшін қаладан бір оқушы келіп оқыды. Сонымен жалпы бір сыныпта 7 оқушы бармыз. Ал енді қараңыздар, ол жерде мұғалім жетіспейді. Ауылдық мектепте сол кезде мұғалім жетіспейді. Бізде географиядан, биологиядан, химиядан беретін бір мұғалім. Міне мына үшеуінде бір мұғалім. Ол кісі өзі пенсионер. Сол кезде пенсионер. Ол кісіден басқа ешкім жоқ ол жерде сабақ беретін. Сонда бізде жаңағы математика мен геометриядан беретін ағайымыз бар. Мат пен геометриядан беретін ағайымыз. Ол кісі кішкене шетіні бар. Арасында бір ішіп кеткен кезде бір апта мектепте жоқ. Яғни біз бір апта математика, география оқымаймыз. Бір апта оқымаймыз. Оны ешкім жұмыстан шығара алмайды. Өйткені ауылда бір ақ мұғалім. Түсініп тұрсыздар ғой, иә? Ал енді бізде Қазақстан тарихы бар, қ дүниежүзі тарихы бар, сосын құқық дейтін сабақ бар, құқық, сосын шет тілі бар. Шет тілі болғанда ол жерде ағылшын тілі емес, бізде неміс тілі оқытты. Неміс тілі. Айн дейтін сондай бір даш дейтін сондай бір жаңағы нелер бар. Осының барлығын бір мұғалім береді. Мынаның барлығын бір мұғалім. Ну сонда түсініп тұрсыздар ғой, примерно бір 5-6 мұғалім бар, уже бүкіл пәннен береді. Әр қайсы пәннен жеке-жеке мұғалім деген жоқ ол жерде. Әр қайсы пәннен жеке-жеке мұғалім деген жоқ. Еще ол мұғалімдердің сапасы қандай? Мысалы бізде физиканы берген мектептің директоры, мектептің директоры береді. Ол кісі көбінесе жаңа ауданға жиналысқа кетеді. Директор жиналысқа кеткен күні бізге жаңа өзіміз отыруға тура келеді. Басқа біреуге физиканы өтпейді ғой. Немесе орнына кірген мұғалім ағай жаңа мынаны конспект жазсын деп айт, мына параграф бойынша конспект жазсын дейді. Сонда біз өзіміз жаңа кітапқа қарап конспект жазып отырамыз. Жалпы оқу деңгейі осылай. Ал енді қараңыз, сізде мысалы жаңа не мына әріптердің өзін әрең оқып жатсыз, мына жақта әріптердің өзін әрең оқып жатсың. Мектептегі мұғалімдердің жағдайы бойынша мынандай жағдай, мынандай картина. Енді бұған плюс кітап жетпейді ана жерде. Кітап жетпейді. Мына 7 оқушының өзіне кітап жетпейді. Мына 7 оқушыға кітап жетпейді. Сонда біз мына көршінің баласы болды. Мына жерде мысалы біздің үй болса, ортада тағы бір 2 үй бар. Оның ар жағында мен класстасым тұрады. Нұрлыбек деген класстасым бар. Өзі бір класста сол 2-ақ жігіт болдық. Нұрлыбек деген. Мына 2 үйдің арасында мен тұрамын. Сонда осы екеуміз де бір кітаппен оқимыз. Мына екеуміз де бір кітап. Түсініп жатсыздар ғой, иә? Екеуміз де бір кітап. Өйткені мектепте ол мұғалім жетіспеген тағы басқа, ол кітап жетіспейді. Ол қазіргі сияқты мысалы интернет жоқ, қазіргі сияқты смартфон жоқ, қазіргі сияқты электронды кітап жоқ. Түсініп жатсыздар ғой? Ол кезде барлығы қағаз кітаппен. И сонда мен мына Нұрлыбектің кітаптарын алып оқимын. Сөйтіп жүріп ОБТ дайындалдық, сөйтіп жүріп мен мысалы химиядан сол кезде 30-дан 30 балл жинап шықтым. Түсініп тұрсыздар ғой? Сонда бұл жерде сіздерге айтқым келген міне, мына шешім міне, бұл менің өмірім деген. Бұл өмірдің кілті менің қолымда. Яғни мен өзгерте алатын, бұл өмірді өзгерте алатын мен ғана деген шешім ол жерде. Түсініп тұрсыздар ғой? Бірақ енді бұл сөзді күнде естіп жүрген болуларыңыз мүмкін. Бірақ шынайы ойлап, соның түпкі себебін өзіңіз тапсаңыздар, онда сіздер де дәл сондай, сіздердің кез келгендеріңіздің жағдайыңыз сол кездегі менен әлдеқайда жақсы. Өйткені сіздер кіргизстан жақсылап оқи аласыздар, оқыған ақпаратты анализ жасай аласыздар. Маған ең проблема ол мына бір бетті оқығаннан кейін оны қайтадан түсіну ғой. Ана жерде терминдер, өте көп терминдер бар. Мысалы революция, процесс, прогресс, жаңағы тағы басқа дегендердің барлығы бізде Қытайда ол басқа терминдермен өтеді. Одан кейін мысалы біз химияның өзінде карбонат, иә, мысалы карбонат. Қазір біз карбонат, сульфат деп айта береміз ғой. Карбонат. Мысалы мынаны натрий карбонаты деген сияқты айтамыз. Қытайда мынаны көмір қышқыл натрий деп оқытатын бізге. Яғни мына қышқылдың аты бойынша айтады. Көмір қышқыл натрий. Мысалы натрий сульфаты болса, күкірт қышқыл натрий деп. Күкірт қышқыл натрий деп. Ана қышқылды айтып, одан кейін натрий деп айтатын. Мына жақта натрий сульфаты. Мысалы мен ең бірінші пробный тапсырған кезде кальций карбонаты деген заттың формуласын білген жоқпын. Өйткені карбонаттың не екенін білген жоқпын. Түсініп жатсыздар ма? Ең бірінші пробный тапсырғанда карбонаттың не екенін білген жоқпын. Одан кейін өте оңай мынадай экзотермиялық, эндотермиялық деген сөзді түсінген жоқпын. Өйткені бізде Қытайда жылу шығаратын, жылу сіңіретін деп қана сол термин бойынша үйреткен химияның өзін. Жаңағы мен
тестке келген кезде жылу шығаратын жылу сіңіретін деген жоқ. Мысалы мына жерде төрт реакция беріп тұрады да, төрт реакция береді да, мынаның ішінде экзотермиялық реакция деген сияқты бір сұрақ болды. Сонда мына үшеуінде минус q деп тұрады екен, и біреуінде плюс q деп тұрады екен. Мен бірақ ол экзотермиялық деген терминді түсінбеген кезде мыналарға да көңіл бөлмеппін, и мына сұрақты қате белгіледім. Сонда апайым мен күлгені бар: а Нұрбай, мына сен есептерді шығарғансың, бірақ мына ең оңай сұрақты неге қате белгілегенсің деген сияқты. Түсініп жатсыздар ғой? Сіздерде оншалық деңгейде емес. Қазір мысалы кризиса бүкіл ақпаратты оқисыздар, түсінесіздер, жазасыздар. Ол әлдеқайда маған қарағанда, менің сол кездегі жағдайыма қарағанда сіздердің қазіргі жағдайларыңыз жақсырақ. Түсініп жатсыздар ғой? Сондықтан сіздерде жаңағы 85%-дан 5%-ға өту ықтималдықтарыңыз әлдеқайда жоғары. Қазір мүмкіндік есе көп. Ол кезде мысалы кітап жетпесе, қазір сіздерде кітап артығымен тұр. Қазір ол кезде бізде мұғалім жетіспесе, қазір сіз түсінбесеңіз кез келген кезде сұрайтын мұғаліміңіз бар, немесе кураторыңыз бар. Айналаңызда сізге көмектесе алатын өте көп адамдар бар. Тек қана сіз сол мүмкіндіктерді, бірақ енді тағы бір кемшілік, қазір сіздің айналаңызда ол мүмкіндіктердің көптігі сонша, ол сіздерге пайдалы немесе пайдасыз мүмкіндіктер, иә. Осының ішінде нақты өзіңе керегі қайсы, сол мүмкіндіктерді ғана таңдап алып, өзіңе керек қана мүмкіндіктерді, мына қалған мың қырық мүмкіндіктердің барлығын сырып қойып, осы ғана фокус жасасаңыздар, онда сіздердің мына 85%-дан 5%-ға өту ықтималдықтарыңыз әлдеқайда жоғары. Мына жерін түсіндік қой, иә? Ары қарай кеттік. Енді грантқа оқу түсу бірінші кезекте ата ананың ақшасын үнемдеу емес. Онда не деп ойлайсыздар? Мысалы көп оқушылар грантқа неге түскім келеді десе, мен ата анамның үмітін ақтағым келеді дейді. Негізі бұл да жай ғана бір сылтау емес, енді жай ғана бір айтылған, иә, бұл жалпылама қалыптасып кеткен атау. Бірақ шын мәнінде ол грантқа түсу ең бірінші кезекте сенің ата анаңның ақшасын үнемдеу емес. Мысалы сен грантқа түспесең де, сол әке шешең сенің тілеуіңді тілейді. Сол әке шешең сені қайседе оқытады. Ол тіпті ең соңғы бір малын сатса да, бір жаңағы несін сатса да сізді оқуға жібереді. Ол қазіргі заманда баласынан аяп, баласын оқуын қаламайтын ата ана өте сирек. Сонда не деп ойлайсыздар? Босқа еңбек етпейін деп, дұрыс айтасың, Дүрия. Ата анама жеңілдік деген ол тағы да сіздер қалай айтсам, нені сыртқа лақтырып қоясыздар. Бұл ата анама көмектесіп жатырмын деген сияқты, иә. Еңбектің құр кетпеуі, иә, дұрыс айтасыздар. Бұл жердегі ең маңыздысы, бұл ең маңыздысы, грантқа оқу түсу, ол өзіңе менің қолымнан келді деп дәлелдеу. Яғни бұл сенің мына өмірде бостан босқа өмір сүріп жүрмеген. Яғни сенің өзің нақты бір миссияң бар екен, сенің өзіңнің менің бар екенін дәлелдеу. Өзіңе, бұл басқа біреуге емес, ата анаңа емес. Мысалы сіздер ол ертең грантқа түспесеңіздер де, ол ата анаңыз бір күн ұрсады, екі күн ұрсады, ертең басқа елдің балалары мектепке, жаңа университетке кетіп бара жатқанда, балам мына жерге бар, мына жерге бар, бізден не көмек деген сияқты, бәрібір сіздерге ол қанша сіздерге ұрсып тұрғанымен, қанша сіздерге қатал көрінгенімен, арғы ішкі жүрегінде ол баласын ойлайды, кез келген ата ана. Соның жақсы болғанын ойлайды, соның бір жақсы жетістікке жеткенін қалайды. Бұл жерде сонда ең басты маңызды нәрсе ол сіздің өзіңізге, мысалы менің қолымнан келді, яғни менде өзім айттым, өзім жеттім, өзім өмірімді өзгерттім деген өзіңізге дәлелдеу ең маңыздысы. Енді сіздерде міне алда қаңтар ұбт енді шамамен 2 ай уақыт қалды. Енді бүгін бізде тақырыбымыз 60 күнде өзіңді жең деп айтып отырмыз ғой. 60 күн деп отырғанымыз сол 2 ай уақыт, иә, қаңтар ұбт-ға дейінгі. Енді қаңтар ұбт сен үшін қауіпсіз, бірақ өте тиімді мүмкіндік деп біз бағана айттық бұл туралы, иә. Бұл жерде қателік жасауға болады. Ал енді қаңтар ұбт сіздердің бабыңды, қазіргі осыған дейінгі сіздердің дайындықтарыңыз қандай? Ал жүрген жүрісіңіз дұрыс па? Жалпы бағытыңыз дұрыс па? Қателесуге мүмкіндік беретін ең керемет мүмкіндік. Осы детальдар десеңізге сақтаңыздар. Қаңтар ұбт ол үлкен стресс емес, ол жай ғана сіздердің қазіргі дайындық деңгейіңіз қаншалық. Жалпы сіздің осы жасап жүрген әрекеттеріңіз қаншалық дұрыс.
осылардың көрсеткіші ғана. Ал енді қаңтар ұбт екі ай қалды. Енді мөлшермен мысалы былтырғы жылдар болсын, биылғы жылдар алдыңғы жылдар болсын, иә, бұл бір қаңтардың ортасына қарай басталады, мысалы 10-15-теріне қарай басталады. Ол февральға дейін қаңтар ұбт басталу уақыты. Сонда мөлшермен мысалы сіздерде 60 күн уақыт бар деп қарайық. 2 ай уақыт. 2 ай уақыт, иә. Енді сіздерде бір күндегі әр сағатты, әр минутты мысалы қалай пайдаланғаның сол маңызды. Әр күндегі. Енді мысалы сіздер қазір күнде оянасыздар, қарайсыздар, бір күніңіз өтеді. Бірақ сіз кешкісін соған бір өзіңіз қарап отырып, бір күнім қалай өтті, мен қаншасын тиімді пайдаландым, қаншасы тиімсіз кетті деген қарасаңыздар, өздеріңіз ақ білесіздер, иә. Мысалы жазып бір екі үш күн қарап көріңіздерші, қанша уақытыңыз сіздің тиімді, қанша уақытыңыз тиімсіз. Кейде оқушылар айтып жатады, үлгермей жатырмын, уақытым жетпей жатыр дейді. Ол үлгермеу, уақыт жетпеудің барлығы сіздерде уақытты басқару бойынша, тайм менеджмент бойынша проблемадан келіп шығады. Сондықтан сіз, бірақ енді өкініштісі, уақыт біздің ең қымбат жаңағы валютамыз. Ол өтіп кетсе, ол қайта қалпына келмейді енді. Өтті кетті деген сияқты. Сол үшін жаңа шешім қабылдаған сәттен бастап сіздер әр уақыттың қадірін түсіну керексіздер. Нәтиже ол бір күнде емес, бір аптада емес, бір аптада келмейді. Ол сіздердің үздіксіз жаңа эффективті түрде жасаған жүздеген мыңдаған әрекеттің жиынтығынан құралады. Енді осы жерде өте маңызды бір не бар. Кейде оқушылар, мен оқып жатырмын, мен прогрессім жоқ деген сияқты, менде әлі нәтижем өзгермей жатыр дейді. Ол прогресс қалай келеді? Прогресстің қисығын білесіздер, иә. Мысалы сіздер қазіргі мына уақыттарыңыз бар. Мынау сіздердің нәтиже деп айтайық. Мынау нәтиже. Мынау сіздің жұмсаған уақытыңыз. Ол кез келген неде осылай. Міне басында сізге ол мүлдем прогресс жоқ сияқты. Біраз уақыттан кейін бір кішкене прогресс пайда болған сияқты. Белгілі бір уақытқа келгенде ол міне прогресс былай кетеді. Көбінесе өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Ондай историяны естіген де шығарсыздар, көрген де шығарсыздар. Таныстарыңыз, туыстарыңыз тағы басқа да бар. Ол жылдың басында бір жай оқып жүрген бала. Бірақ еңбектеніп жүреді, әйтеуір тұрақты еңбектеніп жүреді. Ол қаңтарда азалып қалған болуы мүмкін. Аз дегенде енді примерно бір 70-60 деген сияқты бала алып қалуы мүмкін. Немесе 80 деген сияқты. 100-ге жетпей қалды дейік, иә. Бірақ қарасаңыз, ол тоқтамай еңбектеніп жүр мына жерде. Күнде оқиды, жаңа курсына қатысады, сабағын жасайды. Енді қарасаңыз, еңбектеніп жүр. Осы кезде көп ата-аналардан немесе көп оқушылардан осы жерде өзін сынып қалады. Өзін лақтырып жібереді. Мен сонша еңбектеніп жүрмін, бірақ нәтижем өспей жатыр деген. Бірақ шын мәнінде ол фундамент қалап жатыр. Оның басында почти еш нәрсе түсінбейтін. Ал бірте-бірте ол аз-аздан болса да әйтеуір бір ақпараттарды түсініп жатыр, бірақ ол аз бөлшектен. Белгілі бір уақытқа келген кезде, сіздің мына үнемі оқығанның пайдасынан ақпаратты қабылдау жылдамдығыңыз. Егер бұрын сіздер бір параграфты түсініп оқуға бір жарты сағат, бір сағат уақытыңыз кетсе, белгілі бір уақыттан кейін бір 10-15 минутта оны бір оқыған кезде сіз көп информациясын түсініп бастайсыздар. Мысалы мен ең басында тарихты оқығанда солай оқыдым. Тарихты жаңа бір бетін оқимын, мысалы әсіресе маған 5-ші класстың тарихы өте оңай болды. Жаңа әріптер үлкен болды, арасында суреті көп. Сол 5-ші класстан бастап оқыдым. Ол жаңағы тас дәуірі сондай кездер. Ақпараттар да өте жеңіл. Ол жерде көп андай дата ештеңе жоқ қой. Тас дәуірі болды, анау болды, мынау болды. Ол кезде киім кешек қандай болды, сондай бір ақпарат тұр ғой енді. Немен қоректенді деген сияқты. От қай кезде пайда болды деген сияқты. Сондай ақпараттар. Бұл жердегі ақпараттар маған жеңіл болды түсінуге. Бірақ әрі оқуға да оңайырақ болды. Ана әріптер үлкен 5-ші класстың кітабын қарасаңыздар. Суреттер көп. Осылай мен тарихты оқыдым. Келесі 6-ші класстың тарихын, 7-ші класстың тарихына келгенде маған да тағы қызық болды. Өйткені мына жерде қазақ хандығы туралы болды. Қазақ хандығы туралы мен мысалы Хақназар хан, Абылай хан ешқайсысын білмейтінмін ол кезде. Хандардың ешқайсысын білмеймін. Маған осы жер өте қызық болды, хандардың тарихы туралы. Солай ақырын оқып келе жатырмын. 8-ші, 9-ші класстың тарихына келген кезде мен миым ашып кететін. Ана Кенесары ханның көтерілісі, тағы басқа Ресейге қосылу деген. Уже 8-дің тарихына келгенде мен миым ашады. 9 ұлы отан соғысы бірдеңе оқысам да ештеңе түсінбеймін. Ну жарайды. Окей. Қайтадан мына 5-ші класстан бастап оқимын. Сонда мен бір жылда мына 5-тен 9-ға дейінгі тарихты 4 рет оқып шықтым. 4 рет. Бірақ әр рет оқыған сайын мен конспект жазамын. Бірақ ең қызығы мынада. Мен өзім жазған конспектті өзім оқи алмаймын.
мысалы мына жаңа өзім жазамын ғой былай енді бір шима шима енді почеркам да керемет емес быт шыт. Бірақ мына өзім жазғанды өзім оқи алмаймын. оны қайтадан оқымаймын да ана конспектімді. А онда не үшін жазамын? Бұл жай ғана мына жерде оқпай түсінбей қалған білмейтін жаңа ақпараттарды жазып қоямын мына жерге. Сосын екінші рет қайталап оқыған кезде мынаған жетіп болғаннан кейін қайтадан екінші рет қайталап оқыған кезде более менее біраз ақпарат есімде қалады. Ну тағы да конспект жазамын. Келесі конспект. Бірақ ол кезде жазатын конспекттегі ақпараттарым кішкене азаяды. Өйткені мына бірінші рет оқыған кезде кейбір ақпараттарды есімде сақтап қаламын. Арасында мына жақта тест кітапшалармен тоже жұмыс жасаймын. Тест кітапшаларымен. И солай мынаны үш рет оқығаннан кейін мен тарихтан білетінім әжептәуір артып қалды. Даже мына 8-ші 9-ші класстың тарихтарынан білетіндерім де бар. Мынау сіздерде дәл сондай процесс жүреді. Мысалы химияны оқисыздар, сіздер қайда? Мына бірінші, екінші айда мүмкін жақсы бір нәрселер түсініп бастайсыздар, иә? 8-ші, 7-ші, 8-ші класстың ақпараттары жеңіл ғой химиядағы. А бірақ 9, 10, 11-дің ақпараттарын сіздер түсіну қиын. Бірақ оны бір-ақ рет оқып, бір-ақ рет қарап, бәрін түсініп алу деген мүмкін емес. Ол барлық адамда сондай. Сондықтан сіздер не істейсіздер? Мынаны оқып бітіресіздер, бір рет конспект жазасыздар, түсінсеңіз де түсінбесеңіз де оқып шығасыздар, ақпараттарын жазып аласыздар. Екінші рет оқисыздар. Ең кем дегенде бір үш рет оқысаңыздар, сіз мына 10-11-дің ішінде көп ақпараттарды түсініп бастайсыздар. 10-11-ші класстың кітабындағы. ұбт-ның жаңағы сіздердегі 50 балдың ол кем дегенде 40 балы, 35-40 балы ол 10-11-дің кітаптарынан келеді. 10-11-дің кітаптарынан келеді. Химиядан. Ал енді біз ол ең көп 10-11-дің кітабынан келеді екен деп мына 8-9, 7-8-9-ның кітаптарын скип жасауға болмайды. Өйткені мына жақтағы базамен, мына жақта 7-8-9-дағы базамен 10-11-дегі ақпаратты сіздер түсінесіздер. Түсініп жатырсыздар ма? Сондықтан қаңтар ұбт-да сіздер прогресс болмаса, бірақ тұрақты әрекет жасап жүрген болсаңыздар, енді бұл жерде сіздердің өздеріңізге деген адалдықтарыңыз маңызды, иә? Сіз әрекетіңіз жасап жүрсіз, күнде оқып жүрсіз, дайындалып жүрсіз. Бірақ қаңтар ұбт-дағы нәтижеңіз көңіл көншітерлік болмаса, аз болса да, бірақ әрі қарай әрекетті жалғастыру керек. Наурызда ол нәтижеңіз кішкене көтерілсе, онда сіз қаңтардан бері мына 2 айдың ішінде тағы біраз жұмыс жасадыңыздар. Нағыз прогресс сіздерде мына нағыз ұбт-ға жақындаған кезде сізде мына көрсеткішке жету керек міне. Былай жету керек. Бұл мына ақпараттардың көбі ол жаңағы 85% оқушылар туралы айтып жатырмыз, иә. 85%-дан 5%-ға өту туралы айтып жатырмыз. Енді 5%-да жүрген оқушылар, 5%-да жүрген оқушылар. Қазір олар мына деңгейде тұр міне. Олар бір параграфты оқиды, сразу түсінеді. Жаңа бір сабақты қарайды, сразу түсінеді. Үй жұмысын орындайды. Бұлар уже мына деңгейде тұр міне. Оларға ендігі керегі осы форманы сақтау. Нағыз ұбт-ға дейін. Бірақ екінші мәселе бар. Ол жаңағы ақпараттың ескіру, иә. Бізде мына соңғы 60 күннің маңыздылығы деп отырғанымыз сол. Ол сіздерде бұған дейінгі оқыған ақпараттың барлығын сіз жақсы деңгейде болсаңыз да, химияны жақсы білемін, мен басқаны қарай қояйын деген сияқты. Немесе биологияны жақсы білемін, мен мына сабаққа көңіл бөлейін деп. Содан көп оқушылар зардап шегеді. Әсіресе мына 5%-дағы оқушылар содан зардап шегеді. Өйткені олар қайталамағаннан ұмытып бастайды. Енді сіздердің ұбт нәтижесіне тікелей әсер ететін соңғы 2 ай уақытты қаншалық дұрыс жүйелі өткізген дейді. Бұл қазір ғана айтқан. Мысалы сіздерде бұған дейін базасы бар оқушылар бар. Әсіресе жаңағы жақсы базадағы оқушылар. Олар ең көп күш салатын осы 2 ай уақыт. Бұл тек қана осы оқушылар емес, барлықтарыңыз, иә, барлықтарыңыз. Әр күннің қадірін біліп. Өйткені ол 2 ай емес, сіздер бір 2 апта жаңағы өзіңіз білетін ақпаратты қайталап отырмасаңыз, оны бекітіп отырмасаңыз, 2 апта практика жасамасаңыз, онда біраз ақпаратты ұмытып қаласыздар. Бұл өйткені адамның жаңағы жадының қабылдауы сондай. Ал енді сіздер оны бұрыннан бірнеше рет практика жасап, бірнеше рет, кем дегенде бір 4-5 рет қолданған ақпаратты ол сіздерде 1 жыл емес, 2 жыл, тіпті қазір бір 5-6 жыл өткенде де ұмытпайсыздар. Өйткені көп оқушылар дайындықты 10-ші, 11-ші класста бастайды. Сонда ақпараттарды олар бекіткен кезде бірнеше рет қана естіген болуы мүмкін. Соңғы 2 айда сіздер оның барлығын қайтадан жұмыс жасамасаңыздар, біразын ұмытып қаласыздар. Ал ұмытпайтын ақпарат деген ол кем дегенде енді жаңа Эйнштейннің формуласы бар ғой, 7 рет бір ақпаратты қолдану дейді. 7 рет қолданған кезде оны сіз ешқашан ұмытпайсыз дейді. Түсініп тұрсыздар ғой, иә? Сонда мына соңғы 2 ай сіздердің жайылып жүретін емес, қайта керісінше енді фокус қоятын кездеріңіз.
Енді сіздерге айтар маңызды шындық, дәл қазір осында 5% өте мықты оқушылар да бар сіздердің араларыңызда, иә. Осы қазір осы кешке қатысып отырған оқушылардың ішінде енді өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар, иә. 5% оқушыларымыз да бар. 10% базасы бар, орта деңгейлі, бірақ жаңа дисциплинасы жоқ, иә, дисциплинасы жоқ. Ну, бірақ жалпы потенциалын әлі толық ашылмай жүрген 10%-ық және 5%-ық оқушылар да бар дәл қазір. Енді көп пайызымыз әрине ол әлі өзіңіздің мақсатыңызды анықтамаған оқушылар. Бірақ енді мен өз тәжірибемнен, мысалы бұған дейін де айтамын, бір Лаула деген бір оқушымыз болды, осы сіздер алдыңғы жылы ә, наурыз ұбытының өзінде 60 қанша бала алды, 60 неше бала алды наурыз ұбыты да. Енді өзі алтын белгі. Жаңағы қатты күйзеліске түскен, сосын маған жаңағы байланысқа шығады, сөйлесеміз, жаңағы осындай осындай қорқыныштарым бар дейді, алтын белгімін дейді. Осындай қарасаңыз, ананың жан жағы бүкіл нәрсенің барлығын өзіне қарсы қойып алған. Ата анам мені жек көреді деген сияқты, жаңағы жек көреді дегенде енді маған сенбейді деген сияқты да. Мектебім маған сенбейді, тағы сол сияқты. Көп жағы өзіне стресс алған. Ал енді біз сөйлесу барысында ол былай былай деген сияқты бір шешімдер айттық. Жалпы шынайылық керек ол жерде, ата анаңмен де шынайы сөйлесу керек деген сияқты. Жалпы менің қазіргі деңгейім осы. Ну, бірақ өзінің баласын қолдамайтын ата ана жоқ, барлық ата ана өз баласын қолдайды. И ол нағыз ұбт да енді 2 айда, ар жағында 2 ай ғой, 2 айдан кейін ол 100+ бала алды әйтеу. И қазір Асфендиярда педиатрда оқиды, Асфендиярда. Бірақ қараңыздар, сонда бұл 2 айдың ішінде 40+ балл жаңағы не жасап жатыр, прогресс жасап жатыр 2 айдың ішінде. Бірақ ол тағы да осы жерде не болып қалмау керек сіздерде. Осы қысқа уақыттың ішінде осыншалық деген ол емес. Бұл жаңағы процесс қой міне. Ода негізі мына жақтан бастап оқып келе жатыр, оқып келе жатыр, оқып келе жатыр, оқып келе жатыр. Ода негізі база қалыптасып келе жатыр. Бірақ әлі жаңағы былай резко көтерілетін жерге енді келді міне. Мына жерде ол нүкте. Енді ол тағы да фокусты арттырды, нәтиже резко өсті. Сондықтан сіздер де қазірден бастап ешқашан үміт үзбеу керек. Мына соңғы ұбт тапсырған күнге дейін сіздерде үміт болу керек. Үміт болу керек. Түсіндік қой? Так, грантқа оқуға түсу ол ата анаңды қуантудың бір жолы ғана емес деп бағана айттық, иә. Бұл жерде грант иегері болу ең бастысы, бұл сіздің кім екеніңізді өз өзіңізге көрсету. Мысалы ертең кез келген ата ана, мысалы мен өзім де ата анамын, иә. Менің балам қолынан бір нәрсе келіп, бір нәрсе жасап, соны көрсетсе, онда мен қуанамын. Ну енді ол, бірақ мен жалпы баламның осы өмірде болғаны үшін де қуанамын. Кез келген ата ананың ниеті сондай. Ол баласы аман есен көз алдында жүрсе, соның өзі қуаныш. Ал уже ол баласының көз алдында жүргеннен кейін оның кішкене жетістікке жеткенін қалайды. Кез келген ата ананың негізгісі сол. Мысалы сіздің басыңызға қиындық туса, ең бірінші келіп көмектесетін ата анаңыз. Ал сіздің аман жүргеніңіз қуанатын ата анаңыз. Ал енді сіз аман есен жүріп қана қоймай, кішкене болсын бір жетістікке жетсеңіз, сіздің жетістігіңіз болса, ол ата анаңыздың төбесі көкке жетеді. Төбесі көкке жетеді. Сонда оның барлығы сіз енді басқа емес, өзіңіз үшін жазсаңыз, белгі бір нәтижеге жетсеңіз, өз қолыңызбен белгі бір нәтижені жазсаңыз, ол сіздің айналаңызға барлығына қуаныш. Түсініп тұрсыздар ғой, иә? Сондықтан бұл жерде ең бастысы ол басқа біреуге емес, бірінші кезекте өзіңізге адал болу керексіздер, өзіңізге жағы жасап шығу керексіздер, өз өміріңізді өзіңіз жасап шығу керексіздер. Енді сендердің керек, бүгіннен бастап күнделікті ең кемі, жаңағы біз тұрақтылықтың маңыздылығын айтып отырмыз ғой, ең кемі бір 30 минут, иә, жарты сағат, бір сағат уақыттарыңызды тұрақты түрде өзіңізді дамытуға. Бұл өзіңізді дамыту дегенде енді сіздердің негізгі мақсаттарыңыз ұбт ғой, сол ұбт-ның бағытында әрекет жасау. Енді кейбір оқушылар айтып жүрген болуы мүмкін, мен күнде оқып жүрмін онсыз да деп, күнде үй жұмысын жасаймын, сабақ қараймын деп. Бірақ шынайы сіз жаңағы трекер жасап қарап отырсаңыз, оны күнде жасап жүрген жоқсыз. Бір көңіліңіз түскен күні жасадыңыз, 2 күн жасадыңыз, мотивацияға тойып тұрсыз, 3 күн жасадыңыз, уже 4-ші күні үйге қонақ келіп жатыр, скейп жасадыңыз, 5-ші күні уже апта соңы, сенбі жексенбі бар ғой, жасап аламын дейсіз. Сенбі күні уже
кино қарайсыз, тағы бірдеме. Жексенбі күні ертең мектеп, мына сабақты қарап тастау керек. И болды. Сонда сіздер аптаның бір 4 күнде ғана сабақ оқыған болуыңыз мүмкін. 3 күн жай босқа өтті. Тіпті кейде мотивацияңыз толып тұр, мына күні шықтыңыз да қырып жойып бір 2 сағат емес 5 сағат оқып тастадыңыз. Жаңағы бұл жердегі ақпарат мынадай ғой, бізге ең маңыздысы ол тұрақтылық. Сізде ең аз дегенде қазір бүгіннен бастап өздеріңізге бір не жасап қойсаң, трекер жасап қойсаңыздар болады. 30 минут мен оқимын деген сияқты. 30 минут, көп емес 30 минут. Содан бастаңыз. Сізде 7 күнде толығымен оқысаңыз, міне, уже ең бірінші алғашқы жетістігіңіз деген сөз. Аптаның 7 күнінде сіздер күнде 30 минуттан белгілі бір пәнді оқысаңыз. Тұрақтылық ең маңызды, иә? Тұрақтылық ең маңызды. Ал енді сіздерге бірінші қадам өміріңді өзгертуге бүгін шешім қабылдау. Яғни қазір біз осы жерде мына мотивациялық кеш деп айтып жатырмыз. Осы жерде сіздермен сөйлесіп жатырмыз. Жалпы ақпараттар айтып жатырмыз. Енді бұл жердегі ең маңызды жаңа сізді жетістікке апаратын, сіздің нәтижеге апаратын, сіздің болашағыңызға үлкен әсер ететін ол сіздердің жаңа шешімдеріңіз дедік. Ол шешім не екенін білдік, иә? Яғни мен деген. Мен. Бұл өмірге жауапты мен деген. Ол ата-анам емес, ол мұғалім емес, ол ұстазым емес, ол айналам емес. Бұл барлық нәтижені жасайтын мен. Енді бұл жерде бірінші Алла, одан кейін сен. Иә? Ал енді оған жету үшін бізде не болу керек? Әр таңда мақсатпен ояну. Әр таңда мақсатпен ояну. Бұл кейбір адамдар нақты сізден мақсат болмаған кезде не істеп не жасап жүргеніңізді өзіңіз де түсінбейсіз. Кейде ұйқыңызда бір дұрыс қалыпта емес. Бірақ сізде нақты бір мақсат болса, мына мен тұрса, мен мысалы қазір сізді уже нақты программаңызды жазып қойдыңыз. Мен енді 360 күннен кейін, 1 жылдан кейін, 1 жыл, 5 жыл, енді 10 жыл ұзақ болар, 5 жыл, иә? Как минимум 5 жылдан кейін сіздің өз өміріңізді елестету керексіздер. 5 жылдан кейін. 5 жылға елестету қиын болса, хотя бы келесі жылы жазда нағыз ұбт-ның кезіне дейін сіз елестете алу керексіздер. Соған дейін сізде дайын жоспар болу керек. Ол жоспар дегенде көп оқушылар жаңағы күнде бір мына чек-листпен шатастырып алады. Мына жерге чек-лист жасап алады, мынаның бәрін жасап алады, мынаны жасадым, мынау қалып кетті, мынаны жасадым. Бұл жоспар емес. Бұл уақытты тиімді пайдалану емес. Бұл жай ғана өзіңді алдау, өзіңді шаршату. Сізде нақты бір мақсат болу керек, үлкен мақсат болу керек. 1 жылдан кейін мен қандаймын деген, қандай адам боламын, жауапкершілігі қандай адам боламын, білімі қандай адам боламын, басқалардың алдында, мысалы басқалар сен сыйлайтын адамсың ба, жоқ, ешкімге сыйың жоқ адамсың ба деген сияқты. Түсініп жатырмыз ғой, иә? Оған сізде нақты жаңағы неңіз болған кезде, мақсатыңыз болған кезде, онда сіз әр күн таңертең оянған кезде бүгін не жасайтыныңызды өзіңіз білесіз. Енді әр таңды мақсатпен баста деген жерде, көп адамдар мысалы таңда оянады, ол сіздердің араларыңызда да бар деп ойлаймын. Не үшін тұрып жатқанын білмейді. Өйткені ол таңертең ояну деген ол жай әдет болып қалыптасқан, иә, бізде. Әдет болып қалыптасқан. Тұрасыз, оянасыз, бет қолыңызды жуасыз, немесе телефоныңызды тексересіз, тағы бір не жасайсыз, бәрі автоматпен кете береді. Автоматпен. Бірақ өте сирек жағдайда таңертең оянып, мен бүгін неге тұрдым, бүгін негізі мақсатым қандай, ондай кішкене анализ жасап барып ары қарай әрекет жасайтын адамдар өте аз. Түсініп жатсыз ғой? Сонда әр таңды мақсатпен баста деп отырғанымыз осы. Өйткені дәл осы таң, дәл сол сәт сіздің өміріңіздің бағытын анықтайды. Әрбір таң сіздің өміріңіздің бағытын анықтайды. Әр таңда сіз тұрған кезде не үшін тұрып жатсыздар? Бүгін не істеу керекпіз? Мысалы, сіздің мына 1 жылдан кейінгі бейнеңіз бар ғой. 1 жылдан кейінгі бейнеңіз бар. Соған жету үшін бүгін не істеу керекпін? Әр күнді мақсатпен бастау дегеніміз осы. Мысалы, менде әр күні 5:30-да ол еш қиындықсыз тұрамын. Тіпті будильникті өшіріп тастап, жексенбі күні болса да мен сол кезде оянамын. Өйткені биологиялық сағат солай қалыптасты. Одан кейін менде нақты өмірлік бір миссияларым бар. Мысалы, қазіргі кезде мен Америкада отырған себебім де біреу. Ол бұған дейін де бір кейде оқушыларға айтып кеткенмін, балаларыма дұрыс білім беру. Өзім балаларыма дұрыс білім беру. Ол Қазақстанда дұрыс білім алмайды деген не емес. Қазақстанда да дұрыс білім алады, но бірақ қазір жалпы әлемдік сұраныс ол тілде, иә?
ағылшын тілін дұрыс білсін, мысалы әлемдегі ең үздік университетте оқысын. Мысалы мен қазір Бостон қаласында, бұл жерде Гарвард, MIT деген ең атақты университеттер бар, әлемдегі топ бірінші рейтингте тұрған университеттер. Сол Гарвард, MIT-ді осы Бостонда, ол үйге бір 5-6 майл жерде, арасында біз ол жерге барамыз, соның арасында жүреміз, соның кампустарын көреміз деген сияқты. Сонда оқушылар бәрін көзбен көріп жүр, балалар көзбен көріп жүр. Мен соны жасау үшін анау Қазақстаннан Америкаға келдім. Өйткені менде анау ұзақ мерзімді миссиям болды. Яғни мен өзім осы күнге жеттім. Онда менің балаларым, болашақта менің балаларым әлемдік топ университеттерде білім алу керек. Яғни олардың өмірі менің өмірімнен де жақсы болу керек. Олар менен де көп адамға пайдасын тигізе алатын адам болу керек. Қоғамға пайдалы адам болу керек деген сияқты. Сондықтан да сіздерде де сондай нақты бір миссия болу керек. Бір жылдан кейін менің өмірім қалай болады? 5 жылдан кейін қалай болады? 5 жылдан кейін мен кіммін деген сияқты. Сонда сіздер әр күн таңда еш қиындықсыз тұрасыздар, будниксіз тұрасыздар. Түсініп жатсыз ғой, иә? Сондықтан таңда мәнсіз, мақсатсыз бастаған адам өмірінің мәнсіз өткізеді, өмірін мәнсіз өткізеді. Сізде нақты мақсатыңыз болса, мына жерде жететін мақсатыңыз болса, әр таңда оянған кезде сіз сол мақсатыңыз үшін қуана қуана оянасыздар, шүкірлік айтасыздар. Осы күнде мен мақсатым үшін әрекет жасауға тағы бір күнде аман есен оянғаным үшін шүкірлік деген сияқты. Түсініп жатсыздар ғой, иә? Бұл енді бір қарағанда бір күнделікті естіп жүрген бос сөздер сияқты, бірақ шынайы сіз жүрегіңізбен осыны анализ жасап қарасаңыздар, өте маңыздысы, өте құнды. Әр таңды мақсатпен бастау деген. Енді таңды мақсатпен бастаған кезде ең қарапайым жасайтын әрекет қандай? Бірінші кезекте ол телефонды қолыңа алма. Көп адамдарда әдет, иә? Таңертең тұрады, будильник шырылдайды, телефон алады, сосын автомат түрде ананы бір қарап жүрейін, мынаны бір қарап жүрейін, бір қарасаң уже тиктокта отырсың. Үйдегілер ой шайыңды іш, киіміңді ки, мектепке баратын уақыт болды деген кезде бірақ тұрасың орнынан. Көп жағдайда сондай, иә? Сондықтан ең бірінші кезекте, бұл таңды мақсатпен бастауда ең бірінші кезекте сен будильник қойсаң да телефонды өзіңнен алыс жерге қою керексің. Вот жастығың жанында немесе төсегің басында, ондай жерде тұрмау керек. Ең жақсысы будильник, мен мысалы әдетте будильник ол сағатты қосамын. Телефонның будильнигін қоспаймын. Сағаттың будильнигімен оянамын. Телефон менде әдетте басқа бөлмеде, немесе мына жұмыс столым болса, жұмыс столының шетінде тұрады. Анау ұшу режиміне қойып қоямын. Сонда сіздерде бірінші кезекте ол мына гаджет, иә? Өйткені біздің көп уақытымызды ұрлайтын, өмірімізді мәнсіз, бір қарағанда мәнді етіп жатқан сияқты, бірақ негізі өмірімізді мәнсіз етіп жатқан осы ғой. Сондықтан осыдан алыс болу керек ең бірінші кезекте. Сосын 1 сағат күнделікті автоматты әрекеттерді жасауды өзің тежелейді. Автоматты әрекеттер деп отырғаны, жаңағы телефон аласың, неге кіресің, немесе жаңағы тұрасың, кішкене ары бері келіп сосын беті қолын жуасың. Оған дейін осы жерде бір кішкене ғана пауза жасау керек. Хотя бы бір 3-5 минут. 3-5 минут. Жаңа сіз ояндыңыз, көзіңізді аштыңыз, и бүгін маған ең маңызды нені жасау керек деген сияқты. Кішкене ғана анализ жасаңыздар. Бұл өте жақсы көмектеседі сіздерге. Бүгін мен қай әрекеттерді жасап тастау керекпін деген сияқты. Бұл мына жердегі жасап тастау керектен жаңағы to-do list емес ол, иә? Бүгін мысалы жаңағы мектепке бару керек, ана үй жұмысын жасау керек, ананы жасау керек, мынаны жасау керек, ана досыма бір картаны беріп тастау керек, мынаған бір нәрсе жіберіп тастау керек деген сияқты. Ол емес. Бүгін 1 жылдан кейінгі, мысалы Бексұлтан болса, 1 жылдан кейін Бексұлтан қандай адам болатын еді? Соған қандай әрекеттерді бүгін жасау керекпін? Сол мына кетіп бара жатқан баспалдағым, бүгінгі басатын баспалдағымда не жасаймын деген сияқты. Түсініп тұрсыздар ғой, иә? Осыған қатысты сіздердің мақсатқа қатысты жасалатын әрекеттерді ойлаңыздар. Қай әрекеттерді жасау керек деген. Содан кейін барып, күніңізді бастасаңыз, онда сізде продуктивті, иә? Пайдалы күн өтеді. Енді әр таңда оянғанда ең алдымен өзіңе сұрақ қой дейді. Мен бүгін не үшін тұрып жатырмын деген. Енді бұл әрине мына мақсатыңызға қатысты сұрақ болу керек. Енді бізде өмірде жетіскендер мақсатпен оянатындар дейді. Енді әр таңда мақсатпен бастайтындар. Олар әр күнін нақты мақсатпен өткізеді, нақты бағыты бар дейді. Енді бұл жаңағы айтқан ақпараттарымыз, иә? Яғни әр таңды нақты мақсатпен бастау керек деген. Әр таңды. Так, келесі бізде уақыт өмірдің ең әділ, бірақ ең қатал байлығы. Келісесіздер ма?
Уақыт сіздің өміріңіздегі ең әділ және бірақ ең қатал байлық. Ол қазір қарасаңыздар, күндер өте береді. Мысалы, сіз егер ешқандай анализбен ойланбай жүре берсеңіздер, уақыттарыңыз өте береді, өте береді, өте береді. Ең қатал деп отырғаны, жыл сайын, жыл сайын жаңағы статистиканы көріп отырсыздар ғой, статистиканы көріп отырсыздар. Өте көп оқушылар, мысалы 10 мыңнан асып кеткен, мынау жылда жаңағы 50-60 балл жинап отырған оқушылар. Олардың мақсаты жоқ емес, олардың арманы жоқ емес, олар да армандаған, бірақ мына байлықты олар дұрыс пайдаланбаған. Мына байлықты дұрыс пайдаланбаған. Нәтижесінде олар соған сәйкес ең қатал жаңағы қорытындыны алып отыр. Нәтижені алып отыр. Сондықтан бұл уақыттың әділдігінде, уақыттың қаталдығында ешқандай күмән жоқ. Ең бастысы, сіз сол алтын уақытыңызды дұрыс пайдалансаңыз, онда соған әділ баға аласыздар. Әділ баға аласыздар. Тикток өшіруге қимай жүр дейді. Мхм. Сағаттар мен минуттар өмірдің бөлшектері. Мысалы, сіздер әдетте көзге көрінетін нәрселердің барлығын сіз өзіңіздің меншігіңіз деп ойлайсыздар, иә? Мысалы, телефоныңыз болса, тағы басқа бір нәрселер болса, иә? Мысалы, өзіңіздің күнделікті пайдаланып жүрген киіміңіз болсын, иә? Бұл өзіңіздің заттарыңыз. Бірақ сіздердегі ең құнды зат, қараңыздар, сіздердегі ең құнды зат мынау. Бұл көзге көрінбегенмен көп адамдар оның қадірін білмейді. Көзге көрінбеген соң. Бірақ сіз егер осының қадірін біліп, мынау сіздің күнделікті телефоныңыздан да маңызды екен, бұл сіздің күнделікті киіп жүрген киіміңізден де маңызды екенін білсеңіз, онда мына өміріңіздің көп бөлігі дұрыс жаққа қарай өзгереді. Дұрыс жаққа қарай өзгереді. Сондықтан уақыттың қадірін қазірден бастап түсіну керек. Енді уақыт дегенде бір көзге көрінбеген соң ол ең қадірі жоқ байлық. Бірақ шын мәнінде ол ең қымбат, ең әділ, ең қатал байлық. Енді уақытты ұсақ істерге, бос әңгімеге, қажетсіз уайымға жұмсама дейді. Енді бұл жерде өздеріңіз де түсініп тұрған шығарсыздар, иә? Әдетте күнделікті өздеріңіз бір күндік трекер жасап көрсеңіздер де, сіздің мына уақытыңыздың қаншасы сіздің мақсатыңызға, қаншасы сіздің мақсатыңызға сәйкес емес екенін өзіңіз ақ анықтай аласыздар. Бұл жерде өздеріңіз қарап көресіздер, иә? Мысалы, қандай ұсақ істер, қандай бос әңгіме, қажетсіз уайым. Уайымның өзі сіздердің уақыттарыңызды, энергияңызды жейтін, иә? Мына уайым. Көп оқушыларда, мысалы, маған да жазатын оқушылардың көбінде осы уайым. Ағай, мен дым түсінбей жатырмын. Ағай, мен еш нәрсе білмей жатырмын. Ағай, мен жаңағы бір қорқып тұрмын деген сияқты. Бұның барлығы сіздің энергияңыздың барлығын жеп қоятын, фокусыңызды жеп қоятын нәрсе. Жаңа айттық, сізде тұрақты әрекет болса, бәрібір ол дәлелденген аксиома. Нәтиже болады. Сіз мына жерде басқа нәрсеге уайымдағаннан көрі, мынаған уайымдау керексіз. Күнде, әр күні, тұрақты түрде мен жасап жүрмін ба, жасамай жүрмін ба? Мақсатым үшін әрекетім бар ма, жоқ па? Мынау сіздің ең басты неңіз болу керек, уайымыңыз болу керек. Мына уақыт сіздің ең басты уайымыңыз болу керек. Мен мына өзім байлығымды дұрыс қолданып жүрмін ба? Басқалар сияқты. Өйткені бүкіл барлық жаңағы 130 плюс алған оқушы болсын, жаңағы 60 минус алған оқушы болсын, мына екеуінің барлығында алла тағала бірдей байлық берді оларға. Бірдей уақыт оларда. Неге нәтиже әртүрлі? Мысалы, мына Серік пен Бека мен Секаның уақыты неге нәтижелері әртүрлі? Өйткені олар мына байлықты пайдаланулары әртүрлі. Түсініп жатсыздар ғой, иә? Сонда ең маңызды нәрсе, ол басқа бос уайым емес, бос әңгіме емес, ұсақ істер емес. Оның барлығы мына күнделікті тұрақты әрекет. Ол тұрақты әрекет деген мына уақыттың қадірін дұрыс түсіну. Түсіндік қой, иә? Мысалы, күн сайын өзіңе адал болса дейді. Аз да болса пайда келетін іспен айналсаң, бір жылдан соң өзіңді танымастай өзгересің. Бұл жерде ең бастысы сіздер ұбт-дан жоғары нәтиже алу, ол жақсы бір қосымша фактор. Бұл жерде ең бастысы сіздер мына күнделікті әрекет ету арқылы, күнде әрекет ету арқылы сіз мүлдем басқа жаңа деңгейдегі адамға айналасыздар. Жаңа стандарттағы адамға айналасыздар. Түсініп жатсыздар ғой? Бұл сіздердің, бұл тек қана ұбт-дағы нәтижеңіз емес, жалпы сіздің өміріңізді өзгертеді.
ол дисциплина, тұрақтылық деген нәрсені көп естіп жүрсіздер ғой. Ол шын мәнінде сізді мүлдем басқа деңгейге апарады. Енді сіздерге тағы бір жақсы қуанышты жаңалық деп айтсам болады. ұбт ол сіздерде IQ тест емес, иә. Бұл тек қана өте ақылдыларға, өте білімділерге арналған тест емес. Мен бұған дейін де айтып жүрмін, ұбт мен көрген емтихандардың ішіндегі ең оңай. ұбт мен көрген емтихандардың ішіндегі ең оңай. Сол үшін де мен бағана 100% кепілдікпен айтылам деймін. 115 плюс алу кез келген оқушы үшін қол жетімді нәрсе. 115 плюс алу ұбт-дан. Бұл кез келген, осы жерде бізде 200 оқушы болса, 200 оқушының барлығының оның қолынан келеді. Ол тіпті бір жылдың ішінде. Бір жылдың ішінде. Ал ол үшін жаңадан бері айтып отырған, мына сабақтың басынан бастап бөлісіп отырған, сіздерге уақытты тиімді пайдалану, тұрақты әрекет жасау, өзіңізге шынайы болу. Ол мен сабақ қарап отырмын деп өзіңізді алдамау керексіздер. Мысалы кейде болады, біреудің айтуымен, ата анасының айтуымен, мысалы ұбт жақындап қалды, енді сабақ қарап отыр, дайындалып жүріп ештеңе ала алмай қалды деп не болмасын деген сияқты, біреу үшін жаңа бір не үшін сабақ оқитын, ондай болмау керек, өзіңізді алдамау керексіздер. Ата анаңызға айтыңыз, мысалы бүгін ақ сөйлесеңіздер де болады. Әке, шеше, менің қадірім, деңгейім осындай болып тұр. Ну, бірақ мен сіздерге сөз беремін. Нағыз ұбт-да мен өзімдікін алып шығамын. Мына қаңтарда менің нәтижем кішкене төмен болып қалуы мүмкін. Бірақ наурызда ол бәрібір кішкене прогресс жасаймын. Нағыз ұбт-да мен нағыз прогресс жасаймын. Өйткені мен енді түсініп жатырмын, маған не керек екенін. Бірақ маған енді уақыт беріңіздер. Маған көп жаңағы pressure, иә, қысым бере бермеңіздер. Маған сеніңіздер. Мен жасай аламын. Кез келген ата ана қолдайды оны. Өз баласын қолдамайтын. Қайта сіз солай шынайы өзіңізді ашып айтсаңыз, иә, нақты мақсатыңыз бар екенін көрсетсеңіз, ата анаңыз онда қуана сіздерге бүкіл жағдайыңызды жасайды. Бұл бағана мен айтқан Лауланың жағдайында дәл солай болған. Ол ата анасынан қорқып жүрді. Ең басында уайым ол басқа емес, ол жаңа мектеп алтын белгіні ақтай қалсам қалай болады, ата анам үмітін ақтай қалсам қалай болады, олар мені қатты ұрсады деген сияқты. Міне осы жерде оның бүкіл энергиясының бәрі. А сіз әке шешеңізбен жаңағы неңізбен дұрыстап сөйлесіп барлығына айтып түсіндірсеңіз, нақты сіздің олардың да бір алдында картина пайда болады. Мен балам бостан босқа жүрген жоқ, бұл міне мынау оқығанның барлығы жарайды, ол бірте ол келеді. Түсіндік қой, иә. Сондықтан мына кім соңғы 60 күнде ең төзімді, ең тұрақты, сол жетістікке жетеді. ұбт бұл бізде дисциплинаның тесті, IQ тест емес. Мынаны бір жерге жазып қойыңыз. ұбт ол IQ тест емес, ол дисциплинаның, ол тұрақтылықтың тесті. Түсініп жатсыздар ғой. Кім тұрақты әрекет етеді, ол олимпиада жарайды. Олимпиада болса ол IQ тест. Оны айтыламын мен. Ол жерге логика керек. Еңбектен басқа, дисциплинадан басқа. А бірақ ұбт ол дисциплинаның, ол тұрақтылықтың тесті. Сен қаншалық көп тұрақты әрекет етесің, соншалық жақсы нәтижеге жетесің. Түсінді ғой, иә? Так, енді соңына да жақындап қалдық. Чатқа жаза қойыңыздар. Кім бүгін өмірін өзгертуге шешім қабылдауға дайын деген сияқты. Яғни мынау запись сақталып тұр, балалар. Мына жерде мен деп жазған оқушыларды біз алла жаса нағыз ұбт-дан кейін гранттың кезінде сіздермен тағы да тікелей эфир жасаймыз. Сол кезде міне осы жердегі мына чаттың бәрі сақталып тұр менде. Бұл жерде мен бүгін бастаймын деген, иә? Мен бүгін бастаймын. Бұл жай ғана бос сөз емес, иә? Бос сөз емес. Бұл шынайы әрекет. Шынайы әрекет. Сіздердің барлықтарыңыз енді кәмелет жасына жақындап қалған болашақ азаматшыларсыздар. Алла жазса бүгіннен бастап міне 17 қараша. 17 қараша айтпақшы, Қазақстанда студенттер күні ғой деймін, иә? Студенттер күні. Как раз енді дәл бір жылдан кейін, 365 күннен кейін 17 қараша, мен жаңылмасам 17 қараша студенттер күні ғой деймін. Дәл бір жылдан кейін, 365 күннен кейін сіздер айтып отырасыздар. Былтыр дәл осыдан бір жыл бұрын 17 қарашада, 2025 жылы 15 қарашада біз осындай бір тікелей эфир болып еді. Сол кезде мен шешім қабылдағам. Ол кезде менің деңгейім жаңа 85% оқушының ішінде жүретін еді. Бірақ сол бір неден кейін мен шешім қабылдадым. Мына 5%-ның ішінде барам деген мақсат қойдым.
міне бүгін мен студентпін, мен бүгін аспендиартта отырмын, мен бүгін муада отырмын деген сияқты. Түсінді ғой, иә? Шешім қабылдау оңай, бірақ шешім қабылдағаннан кейін соны соңына жеткізу керек. Әрекетті бастау керек. Прям бүгін бастау керек. Так, енді бұл жерде тағы қорытынды. Аз ғана қалды, соңына жетіп қалдық. Мотивация ол өткінші, иә? Мотивация деген ол бір сәттік қана. Сәттік қана. Ал егер сізде нақты жаңа мақсат болса, иә? Мақсат болса, нақты мақсат. Goal деп айтамыз ғой. Нақты мақсатыңыз болса, онда сіз осы мақсатыңызға дисциплинамен тұрақты әрекет етсеңіз, онда сіз жетпейтін белес жоқ. Енді жаңағы мотивацияны кез келген нәрседен алуға болады, иә? Белгілі бір нәрседен ала салуға болады. Немесе бір сыйлық болса, соған мотивация оянып кетуі мүмкін. Тағы басқа деген сияқты. Осындай бір жиналыс кезінде біз мотивация артып кетуі мүмкін. Но бірақ бұл жерде қайталап айтамын. Сіздердің армандарыңызға жеткізетін ол мотивация емес, ол сіздерде дисциплина, ол тұрақтылық. Иә. Дисциплина дегеніміз ол өзімен жасалған үнсіз келісім, иә. Сіздер мысалы қиын күндер болады. Қиын күндер. Мысалы қарап отырсаңыз айналаңызды бәрі сізге кедергі болып тұр. Жаңағы сіз оқиын десеңіз үйіңізде бір қонақтарыңыз келіп жатыр. Ал мектепке барсаңыз апайыңыз сізді тағы ұрысып жатыр, сен оқымайсың, сен адам болмайсың, сен бұрын да адам емессің, бұдан кейін де адам болмайсың деген сияқты. Ондай ауыр сөзді айтуы мүмкін. Немесе әке шешең де сені кінәлай беруі мүмкін. Но бірақ сондай кездерде қандай қиын жағдай болмасын, міне мына есте болу керек, дисциплина болу керек. Мен осындай адам болғым келеді, яғни мен оған болатыныма 100% сендім, мен бола аламын, бірақ айналам маған қанша қарсы болса да деген осындай жерде сынып кетпеу керек. Міне мына жерде иіліп кетпеу керек. Ол өмір мынандай синусоида сияқты, жоғары төмен, up and down бар, иә? Бұл жерлерде сіздер мына жерде сынып мынадан төмен қарай түсіп кетпеу керек. Осындай кезде қайта сіздер мынаны еске алу керек, дисциплинаны еске алу керек. Бұл қиын кезде де жалғастыру керек. Мысалы мен өзім жүгірген кезде бұл қыстың күндері әсіресе, иә, боранды күндер болады, суық күндер болады, жаңбыр жауады. Мысалы жаңбырға шылам тұрып жүгірген кездерім бар. Сонда бұндай моменттерде сіздерде қайта керісінше мына дисциплинаны қосу керек. Так, енді қорытынды. Нағыз жеңімпаздар қиын болса да, көңіл күйі болмаса да, бастаған ісін жалғастыратындар, соңына жеткізетіндер дейді. Мынау нағыз жеңімпаздардың белгісі. Мынаны өздеріңіздің столдарыңыз үстіне жазып қойсаңыздар болады. Қиын күндерді оқи қоясыздар, қарай қоясыздар. Енді одан кейін тұрақтылық, мына дисциплина деп айтамыз, тұрақтылық деп айтамыз, тәртіп мінезіңді, ал мінезің өміріңді қалыптастырады. Яғни сіздердегі дисциплинаңыз ол сіздің мінезіңізді. Жаңа қиын кезде, мысалы кейде ауырып тұрсыз ба, ауырып тұрсаңыз да сізде жаңа жарты сағатты оқу дегенді жалғастырыңыз. Сонда кейін бір күндері ол тағы басқа бір қиындық болған кезде, әй мен сол кезде де оқыдым ғой, осы орнымнан тұра алмай жатып қиналып жатып соның өзінде оқыдым ғой жарты сағат деген сияқты. Бұл сіздердің қиын күндеріңізде керісінше жаңағы осы өзіңіздің әрекеттеріңіз өзіңізге мотивация болады. Сонда нағыз мотивация сіздің ішіңізде жату керек, сырттан келмеу керек. Сіздің мына өзіңіздің жасаған әрекеттеріңізде мотивация келу керек. Түсініп жатырмыз ғой, иә? Жақсы оқушылар, онда осымен бізде бүгінгі эфиріміз соңына жетті. Сұрақтарыңыз? Сұрақтарыңыз? Бүгінгі эфир сіздерге пайдалы болды ма? Аттестат прям маңызды ма дейді. Биохим таңдап отырмын, педиатр аттестат төмен болып тұр дейді. Ну, ол жерде ОБТ нәтижесі өте маңызды. ОБТ нәтижесі. Сіздер аттестацияңызға қарап, ол неге алмайды ғой. Енді ол әрине былай салыстырмалы түрде бірінші кезекте сіз грантқа түсу үшін ОБТ нәтижесін қарайды. ОБТ нәтижесін. Ну, әрине аттестаттағы нәтижелеріңіз ол жоғары төмен болуы мүмкін. Мысалы, алтын белгі дегенді білесіздер, иә? Алтын белгі ол сіздің 11 жыл жақсы оқыдыңыз деген бір көрсеткіш қана. Бірақ сол алтын белгі сіздің мына ОБТ грантқа түсуіңізге
ол бір кішкентай ғана әсері бар. Ол мысалы екі жаңағы оқушыда бірдей балл барлығы бірдей болып тұрған кезде сол алтын белгінің басымдылығы болады деген сияқты. Аттестат та сол сияқты. Так, басқа сұрақтар. Аға, егер қызыл аттестат болса, грантқа бәсекелестік болса, шанс бар ма ұтып кететін дейді. Жаңа айтып жатырмыз, иә, ол жердегі ол енді жаңағы мыңнан немесе 100 мыңнан бір деген сияқты ғой. Ол өте маңызды емес. Сіздерде негізгі фокус мына, ол қызыл аттестат бола ма болмай ма. Қызыл аттестат болу үшін сіздерге қараңыздар, иә, бұл жерде қызыл аттестаттың шарты мынадай ғой, сізде 10 өмірдегі бүкіл сабақтарыңыз 5 болу керек. Бүкіл сабақтарыңыз 5 болу керек. Ал енді сіз бүкіл сабақты 5 жасаймын деп жүріп, жаңағы уақыттарыңыздың көбін мына өзіңізге керекті 5 пәнге бөліп емес, бүкіл барлығына 15-ке бөлесіз. И ол сіздің фокусыңызды жоғалтады. Сондықтан қызыл аттестаттан қандай да бір пәннен 4 қойып жатыр ма, окей, тастаңыздар. Ештеңе емес. Одан ештеңе өзгеріп кетпейді. Мысалы менде мынау университетті бітіретін кезде бакалаврды қызыл аттестатпен қызыл дипломмен бітіруге төртінші курсқа дейін бүкіл шартым келіп тұрды төртінші курста. И төртінші курста менде мына диплом жазатын кезде өндірістік практика дейтін бар. Өндірістік практика дейтін жаңағы дипломдық жұмысқа жасалған эксперименттер туралы. Оны жетекшім қояды. Сонда жетекшіміз екеуміз кішкене келіспей қалдық та, ол кісі маған 60 балл қойды. 60 балл деген ол үш С. Сондықтан мен қызыл диплом алған жоқпын. Бір ғана мысалы 4 жыл оқыдым, бүкіл мына бірінші курстан бастап төртінші курсқа дейін менде бүкіл GPM 4-тің мысалы 3-те 7 GPA болды менде. 3-те 7. Әдетте ол 3-те 33 па сондай болса, ол уже қызыл дипломға жарап тұр. Менде 3-те 7 GPA болды. Мына именно мына ең соңғы 1-2 айлық практиканың кезінде мен жетекшім қойған 60 балл мен қызыл дипломнан айырып тастады. Бірақ оған бола менің өмірім ештеңе өзгерген жоқ. Мен диплом қызыл болсын көк болсын бәрібір жұмысымды таптым, міне бүгін сіздердің алдыларыңызда отырмын. Сондықтан ол аттестаттың қызыл болуы, алтын белгі дегендерді скип жасасаңыздар болады. Болып жатса алған дұрыс, болмай жатса бір кедергілер пайда болып жатса жайына қалдыра салыңыз. Сіздерге негізгі фокус мына ұбт да болу керек. Түсіндік па? 7 рет қайталау деген қалай тақырыпты ағай дейді. Ол енді жаңа Эйнштейннің айтқан формуласы ғой. 7 рет қайталау деген енді бұл қайталаудың маңыздылығы туралы айтып отыр ғой. Мысалы сіздер қазір курстағы сабақтарды бір рет қарап жатсыздар. Кейбір оқушылар мысалы түсінбей жатыр, кейбір оқушылар түсініп жатыр, иә. Конспект ең бастысы сол ақпараттар бойынша конспектілер жазыңыздар, түсінген ақпараттарыңызға и плюс деген сияқты. Кейін курс біткен кезде немесе уақыттарыңыз болған кезде мына сабақтарды қайталап қараңыздар. Қайталап қараңыздар. И анау үй жұмыстарын қайталап жасаңыздар. Үй жұмысының қатемен жұмысын қараңыздар. Осылай үнемі кітапты оқыңыздар, кітап. Сонда бір ақпарат сіздің алдыңыздан 7 рет шықса деп айтады, иә. Бір ақпарат 7 рет шықса, онда по-любому ол триггер дейтін нәрсе бар ғой. Мысалы сіздерде әдетте мысалы жүресіздер көп нәрсе, иә. Бірақ бір күні бір нәрсені алғыңыз келді. Бір нәрсені алғыңыз келді. Мысалы ол не деп айтайық, бір көйлек па тағы бір нәрсе ма, бір затты алғыңыз келді, иә. Бір телефон ба бір нәрсе, иә. Онда енді қарасаңыздар көшеде сол нәрсеге қатысты заттарды көре бастайсыздар. Әдетте байқамай жүрсіз, бірақ осы айналаңызда көбейіп бара жатқан сияқты. Ну қазір еще маркетинг соған қарай жұмыс жасайды ғой. Мысалы сіз бір нәрсені ойлайсыз ба, соған қатысты жарнамаларды көбірек бере береді, анау көз алдыңызға көбірек алып келе береді, чтобы сіздің неңізді алу үшін, вниманиеңізді алу үшін, иә. Мына жерде де сол сияқты. Сіздер кітаптан бір оқысаңыз да ол ақпаратты, мына видео сабақтың ішінен бір қарап қалсаңыздар, практикалық сабақтан бір қарап қалдыңыз, енді өзіңіз қосымша бір тестпен жұмыс жасап жүрсіз, ол жерден бір көріп қалдыңыз. Сөйтіп бұл ақпарат сіздің жадыңызға сақталады. Жадыңызға сақталады. Бұл 7 рет қайталау дегеннің мағынасы осы. Ақпаратты қайталау, көбірек қайталау. Так, база ағай дейді, шығарыңыздаршы дейді. Қандай база? Бізде 10-шы 11-ші сыныптар бойынша өткенде база берілді ғой, химиядан. 10-шы 11-ші сыныптар бойынша. Енді қазір 7, 8, 9 жасалып жатыр. Сабақтарды түсінбей жүрмін, үйге келіп қайталаймын деп ұмытып кете беремін дейді. Жоспар қойды үйретіңізші. Мен 5-те тұра аламын, 9-дан 5-ке дейін мектепте дейді. Аха. Айсылқым ол жерде
бесте тұру маңызды. Бесте тұру енді жаңағы ұйқыңыз қанып тұрса, ол әрине бұл жерде тағы да ұйқының сапасы, иә. Жалпы барлығы бір біріне байланысы бар ғой, жаңағы компаунд эффекті деген сол, иә. Бәрі бір біріне байланысты. Бұл жерде маңызды сол бесте тұру емес, маңызды сіздің ұйқыңыз қанған болу керек. Ұйқыңыз қанса, ұйқыңыз қанғаннан кейін сіз кез келген істі бір продуктивті істей аласыз. Мысалы, сіз таңертең бесте тұрдыңыз, бірақ ұйқыңыз қанбады, күні бойы ұйқыңыз келіп жүрсе, сіз сабақ оқысаңыз да көп ақпаратты түсіне алмайсыз. Өйткені миыңыз басқа режимде, ол ұйқының режимінде тұрады. Түсіндік қой, иә? Сондықтан сіздер үшін ең маңызды бірінші ұйқының қануы, а ұйқы қанғаннан кейін қалған уақыттарды тиімді пайдалану. Ол мектепте жүрген кезде де, мысалы 9-дан 5-ке дейін дегенде, бұл 8 сағаттың барлығы сізде оқу емес. Бұның арасында 1-2 сағатты сіз тиімді пайдалануға болады. Мысалы, арасында бір сабақтар болады, НВФ дейтін бір сабақтар, иә, мысалы сызу сабағы деген сияқты. Осы жерде сіз өзіңізге керекті сабақтарыңызды оқып алсаңыз болады. Оған мүмкіндік бар. Мына 9 сабақтың, мына жерде 8 сағаттың барлығы ол тек қана мектептің уақыты. Ол жерде мен ештеңе жасай алмаймын деген нәрсе болмау керек. Қайта осы мектепте жүргеннің өзінде бірнеше сабақты оқып алуға мүмкіндік болады. Кейде болады, мысалы, жаңағы кейбір сабақта сіз босқа бір досыңызбен әңгіме айтып отырып қалуыңыз мүмкін, басқа бірдеңе істеп отырып қалуыңыз мүмкін, тикток қарап отырып қалуыңыз мүмкін. Ондай уақыттардың барлығын білім алуға жұмсасаңыздар, немесе бір кіші кіші тапсырмаларды орындап тастауға жұмсасаңыздар, соның өзінде біраз уақыттарыңызды бос тұтасыздар. Так, курстарын жинаңды деп айқайлайды ғой дейді. Ол әртүрлі, иә. Ол жерде ондай мұғалімдермен ақырын тіл табысу керек деген сияқты. Тіл табысу керек. Ол жылы жылы сөйлесең жыланның інінен шығады дейді ғой. Ол прям адамзатқа қарсы, сенің білім алуыңа қарсы болатын мұғалімдер редко. Бар шығар енді, бірақ редко, иә. Сіз олармен сөйлесіп, апай қалайсыз, бәрі дұрыс па, менде осындай осындай мақсатым бар еді, кейде осындай бір сабақты босқа отқанша осылай жасай қойсам бола ма. Ол сен шуламай тыныш өзің сабағыңды оқып, өзің әрекетіңді жасап отырсың, еңбектеніп отырсың, оны қайта тек қана құрметтеу керек. Мысалы, мен өзім кезінде мұғалім болдым, мектеп мұғалімі. Сол кезде оқушыларыма айтатын, ол мысалы химия таңдамайтын оқушылар көп, бір сыныпта енді таңдайтындар аз ғой. Химия таңдайтындар оқушылардың өздерімен жеке тапсырмалар беремін. Қалған оқушыларға давайте өздерің не керек соны жасаңдар деймін. Олар өздері арт жаққа барып жаңағы керек сабағын оқиды. Кейбіреулер тіпті жаңағы бір бірімен тестер талқылауы мүмкін. Кейде болады жаңағы гитараларын алып келіп сол жерде ақырын ыңылдап әндерін айтып отырады деген сияқты. Сондай бір моменттер болады. Сол сияқты сіздер ол мұғалімдермен сөйлесесіздер ма, жолын табуға болады. Ең бастысы жаңағы тағы да қайталап айтамын, мен болған кезде сіз барлығын шешім таба аласыз. Барлығын шешім таба аласыз. Ал енді маған бәрі қарсы деген кезде, жауапкершілік сырт жақта, мен мынаны жасайын десем анау болып жатыр, мынау болып жатыр десеңіз, онда сізде ешқашан прогресс болмайды. Мен барлығын шешім таба аламын деген кезде сіз оның жолын табасыз. Тарбағатай түсі Алтайма или дейді. Мен іледен, шапшал, құлжа шапшалдан. Базаны тағы жіберіңізші дейді. Жақсы. Телеграмға бірақ жібере салайын, иә. Ацетті тастап ұбт дайын ба дейді. Даже үш болса да дұрыстаймын деп жүргеніме 2,93 дейді. Ацетат оны қатты көңіл бөлмей ақ қой оны. Егер ол сенің профильді пәндерің болмаса, мысалы да, ол химия, биология жаңағы не деген сияқты, онда жарайды, окей, қалдыра бер, ештеңе етпейді. Ол енді өзі қойылып жатса, оған прям фокустың барлығын соған бөліп тек қана сонымен айналысып кету деген ол дұрыс емес. Биология 3 дейді, онда биологияны оқу керек, ол енді саған керек пән ғой. Наймансыз ба дейді. Иә, Найман ағай күнін несі есеп шығарған дұрыс дейді. Ол есептің саны бойынша айтқанда дұрыс емес сияқты. Бәрін. Оның барлығы практикамен келеді. Кейбір оқушылар мысалы күніне бір 2-10 шақты есеп шығару мүмкін. Кейбір оқушылар 100 есеп шығару мүмкін. Бұл жерде сіздерде 30% теория, 70% практика болу керек қой. 30% сіз кітаптан оқисыз, қалған 70% сол оқыған информацияны қолданасыз. Тесттермен жұмыс жасайсыздар, әртүрлі тапсырмалармен жұмыс жасайсыздар, иә.
Так, жақсы достар, онда осымен бүгінгі эфиріміз соңына жетті. Аман сау болыңыздар. Тағы да сұрақтар болса, енді алла жазса әр апта сайын сіздермен кездесулер болады. Алдағы апталарда тағы да кездесеміз. Аман сау болыңыздар. Күндеріңізге сәттілік.